кухняға қойдық. Көршім керек емес. Гостиный комнатаны ағамның қыздары Норвегияда оқиды. Соны атады, жаңа 6-метровый стол алам дейді. Мынаны керек пе? 5.000-ға аласың ба дейді. Давай дедім. Үсті мынау сияқты МДФ, асты аяқтары чисто дерево жаңа кухняда тұрған. Соң ана кухнядағын шығарып жібердім, короткий. Оған бір 30 жыл болды уже. Жұлдызда тұрғанда алғамыз. Гостиный комната. Ортасына қосатын 50 сантиметр ол күннен ажырас діспі ғой, бычыт бопты. Екен ортасында ана тұстап екеуін біріктіріп тастағам. Оны далаға шығарып қойдым енді. Сәулен как раз кухнясына қойып алсын. Солай, короче, ауыр екен, әрең көтіріп жаңа квартирант өзбек балаларды как раз жас балаларды ұстап алдым. Жүр көмектесіп жіберіңдер деп едім. Жүр базар жүрді. Шакер екеуміз аяқтан бұрап жібердік. Нормально, кең, свободно. Ар жаққа 6 адам, бері жағына 6 адам сияқты, 12 адам смело сияқты. Если что, бір жағынан тамақ жасам, бір жағына чай іше береді деген сияқты, не мешайды. Сол кухня күшті керемет дәу болды. Иранецтер ғой, иранецтер. Молодец, арақ ішпейді, темекі шекпейді. С утра тіршілік, бала шағаның қамы, немеренің қамы деп. Тауда ешкі бағады, ешкіні сауат, құрт жасайды, сүтін таңдем сияқты жасайды, өздері ішеді, өткізеді. Май жасайды, майын жүйді. Олар, в общем, май сатып алмайды екен. Май сатып алмайды. Единственное, помидор, огурцылар сатып алады екен, жеміс жидектерді. Молодец вообще, иранецтер. Арақ ішпейді, темекі шекпейді, тіршілік. Күнде бетонны жұмыс құйып жатқан жас кезде бізде сондай болғанбыз. Ананы салып, мынаны салып. Бұлар да молодец. Тынбай жұмыс істейді. Красавчиктер. Арақ дегенді вообще білмейді арақтың не екен. Анда кейбіреулер не екен, чегем дегендер кальян чегеді екен. Сладкий өзім чөптерін салық қойып, чегеп, кішкене кейбіреулер демалады екен сөйтіп. Жегендер күріш, балық, тауық. Окорочка жемейді екен, бұлар тауық, в основном крылышко. Цельный тауық алады екен. Күнде шашық істейді. 2 күннің бірінде шашық.